Сәлеметсіз болашақ магистрант. Бүгін біз магистратура тестіне келетін 5 сұрақ талдайтын боламыз. Менің есімім Ернұр. Біз талдауды бастаймыз. Бірінші тапсырма. Бұл бізде алгоритм анықтамасы делінген. Яғни алгоритмнің анықтамасы бізде мәліметтерді тұрақты сақтау тәсілі, белгілі бір мақсатқа жетуге бағытталған командалар тізбегі делінген. Бағдарламалау тілінің синтаксисі дейді. Есепті шешуге арналған құрылғы. Және де соңғы нұсқа мәліметтерді кодтау тәсілі дейді. Енді алгоритм бізде қандай да бір мысалға мақсатқа жетуге бағытталған немесе күнделікті қайталанатын әрекеттер, осының барлығы әрекеттердің тізбектерінің жиынтығы бізде осы алгоритм болып саналады. Енді мына жерде барлық мәліметтерді кодтау тәсілі дейді. Бұл жерде кодтау тәсілі басқа болуы мүмкін. Есепті шешуге арналған құрылғы дейді. Есепті шешуге арналған ешқандай құрылғы емес бұл, яғни термин болып саналады. Бағдарлама тілінің синтаксисі дейді. Бағдарлама тілінің синтаксисіне бізде мүлдем басқа сөздер болып саналады. Ағылшын тілінде жазылады көбінесе. Мәліметтер тұрақты сақтау тәсілі дейді. Мәліметтер тұрақты сақтау тәсіліне бізде бұл жатпайды. Яғни енді алгоритм анықтамасы бізде мысалға тізбектер болатын болса, қандай да бір әрекеттер жиынтығы болатын болса, осы белгілі бір мақсатқа жетуге бағытталған командалар тізбегі, яғни дұрыс жауабы осы болып саналады. Келесі кеттік. Енді мәліметтер құрылымы дегеніміз не дейді? Мәліметтер құрылымы бізде мәліметтер құрылымы қандай да бір үлкен ақпараттармен жұмыс жасаған кезде қолданылады. Енді операциялық жүйе бөлшегі дейді. Операциялық жүйе бөлшегіне бізде мәліметтер құрылымы жатпайды, яғни операциялық жүйенің өзінің негізгі бөлшектері бар. Келесі бағдарлама коды дейді. Бағдарлама коды бұл жерде бағдарлама кодына жатпайды, себебі бұл жерде ешқандай код көріп тұрған жоқпыз. Және тілдің семантикасы дейді. Тілдің семантикасына мүлдем қатысы жоқ, яғни қандай да бір ақпараттармен жұмыс жасағандықтан бізде семантикаға қатысы жоқ. Енді процессор құрылымы дейді. Процессор құрылымы дегенде бұл жерде жатуы мүмкін, бірақ та бұл жерде бізге мәліметтер құрылымы қандай да бір терминді сұрап тұр. Яғни бұл жерде бізде мәліметтерді ұйымдастыру және сақтау әдісі деген дұрыс келеді. Себебі мына жерде процесс құрылымы тек қана бір ақпаратты беріп тұр, ал бұл жерде бізде қандай да бір анықтама беруіміз керек. Яғни дұрыс жауабы мәліметтер ұйымдастыру және сақтау әдісі. Келесі кеттік. Үшінші тапсырма Big O нотациясын сипаттайды дейді. Бұл өте сирек кездесетін сұрақтардың бірі болып саналады. Яғни бұл жерде бізде үшінші тапсырмада айтылғандай бағдарламаның нәтижесін көре алу дейді. Және де алгоритмнің уақыт немесе жад күрделілігін анықтау дейді. Процессордың жылдамдығын, компьютердің архитектурасын, мәліметтер форматтарын, яғни Big O нотациясы бізде көбінесе программалау тілінде және математикалық тұрғыдан алып қарастырғанда логикалық санау жүйесі және логикалық ықтималдықты анықтау кезінде көбінесе қолданылады. Енді осы шартқа біз көбінесе жақын болатын бір нұсқаны талдаймыз. Енді мәліметтер форматтарын дейді. Мәліметтер форматтары бізде нақты сандармен жұмыс жасағандықтан бұл жерде ықтималдық қажет емес. Компьютердің архитектурасын дейді. Компьютердің архитектурасын бізде басқа да мәліметтер және де басқа да қорлармен жұмыс жасайды. Процессордың жылдамдығын анықтау дейді. Жылдамдығын мүлде бұл функциямен анықтай алмаймыз. Алгоритмнің уақыт немесе жад күрделілігін, яғни алгоритмнің уақыт немесе жад күрделілігін осы арқылы анықтаймыз. Себебі қандай да бір уақыт аралығында немесе жад күрделілігі болған жағдайда ықтималдығын анықтай аламыз. Яғни дұрыс жауабы осы болып саналады. Енді бағдарламаның нәтижесін деген кезде бұл жерде нәтижесі бізде нақты сан шығатын болғандықтан оны нотацияға жатқыза алмаймыз. Келесі, кестелік деректерді сақтау үшін ең қолайлы құрылым дейді. Ең қолайлы құрылым бізде ең қолайлы құрылымдар өте көп болып саналады. Яғни бұл жерде қандай да бір деректер қорымен жұмыс жасаған кезде маңызды болып саналады. Енді бұл жерде hash map дейді, relational database table, linked list, tree және queue. Осы нұсқалар берілген екен. Енді мынандай сөз мүлдем көрмеген екен. Бұл жерде кестелік деректерді, яғни қандай да бір қате жауап нұсқалар болып саналуы мүмкін. Енді бұл жерде кестелік деректермен жұмыс жасағандықтан бізде table сөзі бізге жақын болып тұр, және database, яғни деректер осы аралық, яғни кестелік деректерді сақтау үшін қолайлы болып саналады. Ал hash map бізде қандай да бір бағыт-бағдар беру үшін қолданылуы мүмкін. Сондықтан қате болып саналады. Келесі кеттік. Бесінші, реляциялық мәліметтер базасында кілт не үшін қажет дейді. Кілт не үшін қажет бізде?
Деректерді шифрлау үшін дейді, реляциялық мәліметтер базасы деген, яғни қандай да бір деректер қорындағы осындай функциялар және анықтамалық тұрғыда жұмыс жасау кезінде қолданылады. Яғни primary key бізде маңыздысы болып саналады. Енді primary key бізде қандай да бір функцияны анықтау, яғни деректерді шифрлау дейді. Деректерді шифрлау емес, қосымша кестелерді біріктіру дейді. Кестелерді біріктіруге жақын емес, себебі бұл жерде ешқандай да бір біріктіру және қосу деген мәліметтер базасында болмай тұр. Келесі жолдарды бірегей анықтау, яғни кілт арқылы жеке бір жолдарды, яғни бірегей деген мағына беріпті мына жерде. Сондықтан осы нұсқа бізге жақын болып саналады. Кестені жою бізде delete, қандай да бір функцияны өшіру, қосу деген мағына беріп тұрған жоқ. Жадты көбейту дейді. Жадты көбейту бұл жерде ешқандай additional басқа да батырмалар және функциялар жоқ болғандықтан жадты көбейту дұрыс жауап болып саналмайды. Енді жолдарды бірегей анықтау болып саналады. Енді осындай нұсқалар талдадық. Сұрақтарда магистратура тестіне келетін жалпы арнаға тіркеліп алыңыздар. Алда уақытта осы магистратура тесті бойынша видеосабақтар болатын болады, яғни талдаулар, нұсқалар талдау, басқа да видеосабақтар C++ тілінен, программалау тілінен басқа да сұрақтар келетін болады. Енді информатикада жақсы магистратура дайындалу үшін сіздер бағдарламалау пәнінен және де информатиканы оқыту әдістемесін жақсы білулеріңіз керек. Осы болған жағдайда сіздер жақсы тестті тапсыра аласыздар. Енді қалған 3 пәнді жүйелі түрде дайындалсаңыздар және де осы практикалық тапсырмалар бойынша және теорияны қатар алып дамытатын болсаңыздар, алдағы уақытта жақсы нәтиже көрсетесіздер. Жалпы осы бойынша сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Телеграм арнаға тіркеліп алыңыздар. Телеграм арнада менде көптеген қатысушылар бар. Сол жерден өздеріңіз сұрақ алмасып және де сол жерден тест нұсқаларын белгілеп дайындалсаңыздар болады. Және де мен жеке курсым бойынша да маған жазсаңыздар болады. Номерді осы видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Дайындықтарыңыз жақсы өтсін. Сіздерге сәттілік тілеймін. Арнаға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар.